Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге дәл осындай шашыраңқы, орысша айтқанда рассыпчатый болып шығатын күріштің рецептімен бөлісетін боламын. Дәмді әрі тез дайындалады. Оны жасау үшін үйіңізде бар кез келген күрішті жуып 5-10 минутқа қойып қоясыздар. Одан кейін сковородкаға майды салып, жақсылап ерітіп болғаннан кейін жаңағы біраз тұрған күрішімізді салып, жақсылап бірнеше минут араластыратын боламыз. Араластыру ұзақтығы жалпы осы күрішке барлық май толықтай тию керек. Дәл осылай тигенше жақсылап араластырып қуырып аламыз қатты отта. Одан кейін үстіне біраз қасықтай тұзды салып, тағы да біраз араластырамыз. Енді үстіне суды құятын боламыз. Өзіңіздің күрішіңіздің түріне қарай, егер ол жай пісетін күріш болса, көп саласыздар. Осылай қайнағанша бетін жауып қоямыз. Дәл осылай беті ашық күйде бірнеше минут ұстаймыз. Дәл осылай кішкене су тартылғаннан кейін түбі жабыспағандығын көріп, бір араластырып аламыз. Бетін жай отқа қойып, піскенше жақсылап отта ұстайтын боламыз. Біздің күрішіміз осылай шашыраңқы, әрі дәмі де майлы, құп-құрғақ болмай, әдемі болып шығады. Бір-біріне ешқандай жабыспайды. Осылай жай ғана гарнир ретінде немесе пиалаға салып, әдемі пішін келтіріп берсеңіздер болады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.